Салем, Q-Fest күнделігін ұсынамыз, экранға жақынырақ отырыңыздар. Q-Pop әртістерінің басын біріктірген жылдың үздік шоу болып өткені баршаңызға мәлім. Ендеше кештің ыстық естеліктерін еске алайық. Күнделігіміздің бүгінгі көрсетілімінде жұлдыздардың концерттегі коллаборацияларын көріп таныс боласыздар. Q-Fest Dance Line, Kenji Line сынды бөлімдерден құралып, онда Q-Pop ханзадалары мен ханшайымдары бірге өнер көрсетті. Орда тобының ғашықсың бәнін арена төрінде әуелете айтып ырғала билеген Q-Pop жұлдыздарының кенжелері. Kenji Line'да 91-дық бала, Newton тобынан Шын, Moonlight'тағы Руфат және Madman тобының мүшесі Рэм жанкүйерлеріне таңғажайып тосын сый жасады. После такого сюрприза от самых молодых мемберов вся Алматы-арена буквально взорвалась от восторга. Впрочем, долго говорить не будем, смотрите сами. На этом музыкальные приятности для всех поклонников Q-попа не закончились. И без крутого перформанса в стиле Dance Line не обошлось. Первыми на танцпол вышли Team Aranha из Mad Men, Алем и Ace из 91 и, конечно же, парни из The Q. Потанцуем! Аруларда қалыспайды азаматтардан. Кристалздық Нара мен Ари, Айри, Малика Ес және Q-Fest'тің бас хореографы Асия Нестай бірге биледі. Сондай-ақ Dance Line'да Q-Pop жұлдыздарының барлығы бірге ыстық би ұсынды көрерменге. Ал Q-Fest'ті Q-Pop отбасы су астәнімен ашты. Ынтымағы мен бірлігі жарасқан өнерпаздар жанкүйерлеріне осылайша үлкен қуаныш сыйлады. Поколение артистов объявило настоящую музыкальную революцию прямо на сцене. И громкий рык победы, кстати, тоже был. Масштабный и фееричный фестиваль Q-Fest отгремел с размахом. А вот насладиться его телеверсией во всей Q-Pop красе вы можете уже совсем скоро, эксклюзивно и только в эфире телеканала Музон. Оставайтесь с нами.